Француз асханасының тағамы кешті әзірлейміз. Өте тойымда, жалпы мұны дайындаған кезде ыстық тамақ дайындаудың қажеті жоқ екен. 30 грамм бөлме температурасында су, 2 жұмыртқа және де шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмсақ сары май салып, қолымызбен мыжғылаймыз. Онда ситодан аз-аздан өткізіп саламыз және де қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Начинкасы дайын болғанша қамырды бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. 300 грамм тауықтың төс етін өте жұқа қылып кесіп аламыз. Сырды теркадан өткізіп дайындап аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қаймақты араластырып аламыз. Дайындап қойған сырды саламыз және де дәміне қарай тұз, бұрыш салып, ақырын ғана қасықпен араластырамыз. Туралған саңырауқұлақтарды және де дайындап қойған тауықтың төс етін саламыз. Егер де шикі саңырауқұлақтары болатын болса, алдын ала сковородкада 5-10 минут қуырып алыңыздар. Біздің начинкамыз осымен дайын. Қамырымызды оқтаумен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Диаметрі 28 см болатын формаға қамырымызды орналастырамыз және де шетінен бортике жасаймыз, яғни кішкене шетін көтереміз. Бетіне начинканы толықтай саламыз. Қалауларыңыз бойынша сәндік үшін бетіне помидор және де брокколи салсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскеннен кейін толығымен 2-3 сағат суытамыз. Егер де суымай жатып кессеңіздер, ішіндегі начинкасы ағып кетуі мүмкін. Бетіне майонезді осылай жағып шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Олжана Табайқызы.